Күні бұрын Аяз ата мен Ақшақардың қатысуындағы мереке ерекше балаларды қуанышқа бөледі. Қалалық дәмханалардың бірінде жаңа жылдық шырша ұйымдастырылды. Жаңа жыл мерекесі ғажайыптарсыз бола ма? Балаларға қонаққа сыйлықтар толған қабымен Аяз ата келді. Олар оны бір жыл бойы күтті. Аяз ата мен Ақшақар ұл қыздарға көп қуаныш пен тәттілерді, ал ата-аналарына мейірім мен жан жылуын тіледі. Мерекелік безендірілген шырша, жаңа жылдық әндер және керемет билер. Мереке шынымен де сиқырлы болып шықты. Балаларды келе жатқан жаңа жылмен құттықтауға қалалық билік өкілдері келді. Хотел бы поздравить всех наступающим Новым годом. Жаңа жыл мерекесінде барлығымыз өз тілектерімізді Аяз атаға айтып, олардың орындалғанын тілейміз. Мен сіздердің тілектеріңіз орындалсын деп тілеймін. Бастысы зор денсаулық, бақыт, бар жақсылық тілеймін. Келе жатқан жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Вы будущее нашей страны. И у каждого ребенка, наверное, Новый год это... Сендер еліміздің болашағысыңдар. Әр бала үшін жаңа жыл бір ғажайып күту. Ол арманның орындалуын күту. Сол тілеген армандарың міндетті түрде жаңа жылда орындалсын. Жүздеріңнен күлкі кетпесін. Отбасыларыңда барлығы жақсы болсын. Өмірге қуаныңыздар. Жаңа жылдарыңызбен. Қалалық мәслихат депутаты Галина Гильдерман мүмкіндігі шектеулі балаларға әндерімен, билерімен, сайыстарымен және сыйлықтармен мереке ұйымдастырды. Тәтті көліктарды жеке кәсіпкер Магомадов пен Галина Баймуратова әзірледі, ал ойыншықтармен Наталья Сирова қуантты. Оқушылар үйінің шығармашылық ұжымы Каприз би театры жаңа және бұрыннан ұнайтын хореографиялық номерлерін сыйға тартты. Ал бейімдеу мектеп интернатының балалардың жаңа жылдық әндерін орындады.